Қайырлы күн, құрметті достар. Абай атындағы кітапхананың тұрақты көзі қарақты оқырмандары, сөздің құнын көздің нұрындай қастерлеген ағайын. Баршаларыңызға тағы да қайырлы күн дейміз. Сіздермен бірге букмекс жобасы және оның жүргізушісі мен Бауыржан Игілік. Жалпы кітапхана қызметкері болғаннан кейін осы кітапхананың қызметін тұтынушы жастарымыз болсын, барша оқырмандарымыз, жалпы сыртта біздің кітапханада істейтінімізді білетін ағайынның барлығы да бос уақытта қандай кітап оқысақ, қандай автордың кітабын қолымызға алсақ деген сұрақтармен жиі бізді мазалап отырады. Осы жерде тағы да бір жақсы авторды, өзім оқыған кітаптардың ішінде сүбелі, жөні бөлек, тұғыры биік, шоқтығы биік бір авторды айта кетуді жөн көріп отырмын. Қазақ әдебиетінде өзінің елеулі орны бар. Қазақ әдебиетін әлемге танытқан мықты қаламгерлеріміздің бірі үлкен психолог, жазушы Төлен Әбдік. Төлен Әбдікпен менің ең алғашқы танысуым оның атышулы оңғол әңгімесін оқығаннан кейін басталған болатын. Оңғол әңгімесі жаңағы психологиялық дертке шалдыққан қыздың өмірін суреттейді. Қыздың оң қолы түнде ұйықтаған кезде өз-өзін буындырып, өлімге шақырады, өз-өзін өлтіріп тастамақшы болады. Кейін талайынан сұхбатта оқыған кезде, Төлен Әбдік жазушының өзімен кездескен кезде де бұл әңгіменің негізгі өзегін Ламброзо Чезаренің «Гениальность и помешательство» кітабының әсерімен жаздым деп айтады. Жалпы психологияда осыған ұқсас аурулар, дерттер көп жолыққан. Мен сіздерге осы әңгіменің қысқа жүйесін айттым. Ары қарай қызықты болса өздеріңіз оқыңыздар, оқыған адам өкінбейді деп ойлаймын. Сонымен қатар Төлен Әбдіктің «Парасат майданы» сынды, «Ақиқат» сынды психологиялық және психикалық дертке шалдығып, соның арбауымен жүріп, бірақ сол дертке шалдыға жүріп, қоғамның барша шындығын, былығын, оның бір сұмдығын ашатын шығармалары, туындылары өте көп. Аталған жаңағы шығармаларды оқысаңыздар, сіздер тек қана науқас адамның санасымен ғана танысып емес, сонымен қатар бүгінгі науқас қоғамның да ауру жерлерін бірден тани кетесіздер. Сонымен қатар Төлен Әбдіктің ең үлкен өзім сүйіп оқитын шығармаларының бірі «Тозақ оттары жымыңдайды». Бұл кітап жалпы бір кездері жұмыр жердің бетінен бір жола жойылып кеткен африкалық бір тайпаның өмірін суреттейді. Кейін сонау алыстан жоғарғы өркениеттің адамдары келіп, өзімен өзі бейбіт, жеке ғұмыр сүріп жатқан тайпаны жан-жақтап жұлмалап, оларды өлтіріп, оларға түрлі сынақтар жасап, ең соңында сол жер бетінен жойылып кеткен тайпаның жалғыз баласы, елсізде, күнсізде, орманмен де, жазықпен де, тау-таспен де сағалап, жағалап жүріп қашып, аман қалғаны туралы оқиға. Бұл оқиғаны оқи отырған, көріп отырған оқырманның бірден ойына біздің қазақ халқының да бір кездегі тағдыры есіне түсері кепіл деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге осы Төлен Әбдіктің жаңа аталған «Тозақ оттары жымыңдайды», «Парасат майданы», «Ақиқат», «Оңғол», «Әке» сынды шығармаларын оқуға кеңес беремін. Бізбен бірге болыңыздар, кітапханаға келіп, білім көкжиектеріңізді кеңейтіп тұрыңыздар.